Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен винегрет салатының ең күшті рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай тұздалған қиярларымызды аламыз да ұсақтап 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Өте дәмді, пайдалы салаттардың бірі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға салып аламыз. Келесі кезекте бір пияздың, осындай кішкентай пияздың жарты ғана бөлігін қостым. Бүтіндей біреуін қоссаңыздар да болады, өз еркілеріңіз бойынша. Оны да ұсақ етіп турап аламыз. Піскен сәбізімізден бір дана алдым. Оны да ұсақтап 4 бұрышты етіп турап шығыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдын ала пісіп, суытып қойған картобымызды алып, оны да 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Видео ұнаса, видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп қойды ұмытпаңыз. Осындай жеңіл оңай рецептермен бөлісетін боламын. Картобымызды салып аламыз ыдысымызға. Келесі кезекте басты ингредиент қызылшамызды тураймыз. 1-2 дана көптеу қоссаңыздар өте дәмді болады. Мен 2 данасын қостым. Ұсақ етіп турап аласыздар. Келесі кезекте осындай горох, яғни жасыл бұршақты қосамыз. Квашеная капустаны қосамыз. Квашеная капустаның рецебі менің YouTube каналымда бар. Сілтемесін төменге жазып қалдырамын. Татымына қарай тұз және зәйтүн майы, оливковое масланы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Оңай тез дайындалады. Бастысы витаминге бай, пайдалы салаттардың бірі. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қасындағы қоңыраушаны басып все деген таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге барып тұратын болады. Ас болсын!